Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Бүгінгі сабақта сөйлемнен етістікті табасыңдар. Сурет, сөз жұмбақ бойынша мәтін мазмұнын болжайсыңдар. Берілген сөз жұмбақты дұрыс шешсеңдер, келесі мәтініміз не туралы болатынын біле аласыңдар. Бірінші, бейбітшілік құсы. Көгершін. Түнде ұшатын құс. Үкі. Шөлге ең шыдамды төрт түліктің бірі. Түйе. Үрлеп аспанға ұшыратын зат. Шар. Тышқанның мекені. Ін. Сөз жұмбақтың шешуі қандай? Күйші. Ендеше балалар, қазіргі оқитын мәтініміз күйші туралы болмақ. Мәтінді оқимын, мұқият тыңдаңдар. Қандай күйші туралы айтылғанын тауып көріңдер. Нарынның құмда ауылынан шыққан домбырашы қыз туралы аңыз әңгіме елден елге тарап кетті. Несін айтасың? 10 саусағынан күй төгілген майталман жорға дейді. Құрманғазыдан артық болмаса, ешқандай кемдігі жоқ шебер дейді. Ойбай-ау, ешкімнен де домбыра үйренбеген дейді. Дина Құрманғазыдан үйреніп қалған ақсақ киік, алатау, балбырауын, қайран шешем күйлерін күн сайын әлденеше қайталап тартып отырушы еді. Домбырашы болу оңай нәрсе емес. Ең алдымен үнді, дыбысты сүйе білу керек. Және оған өзіңше мән бере біл. Екіншіден, ерінбеген етікші болады деген мақалды біздің ел бекер айтпаған. Ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстау керек. Құрманғазы айтқан осындай ақыл кеңестер де домбыра шебінің сүйкімді дыбыстарымен бірге Динаның құлағына кетпестей ұялаған болатын. Балалар, мәтінді мұқият тыңдаған боларсыңдар. Енді мәтін мазмұны бойынша тапсырмаларды орындайық. Мәтін кім туралы? Мәтін күйші Дина Нұрпейісова туралы. Өнер адамы қандай болу керектігі туралы нұсқаулықты толықтырыңдар. Бірінші, өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстауы керек. Екінші, үнді, дыбысты сүйе білу керек. Үшінші, ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Балалар, Дина Нұрпейісова туралы толығырақ білу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңдар. Өткен жылдар еншісіне көз жүгіртсеңіз, әйел затының да домбыра шерткенін, ән айтқанын білеміз. Бірақ күйші ретінде дәл Динада ел танарлық деңгейге көтерілгені болған жоқ. Бұл үрдіс 19 ғасырға дейін жалғасып келді. Тек 19 ғасырдың орта шенінде Батыс Қазақстан облысының Нарынқұм өңірінде дүниеге келген Дина Нұрпейісова күйшілік өнердің жоғары деңгейде таралуына жол салды. Уақыт өте, қарапайым отбасыдан шыққан үш қыздың бірі Динаны көпшілік күйші, композитор ретінде тани бастайды. Бүлдіршін қызды әкесі жастайынан қолына домбыра ұстатып, өнер жолына баулыған. Терең тыныс алған кішкентай қыз бойындағы қайратын жиып, қолына домбырасын ала күйші алдына отырды. Қос жектен шыққан күй тұла бойға таралуда. Дина өз туындысын асқан шеберлікпен орындағаннан кейін Құрманғазының таңданысында шек болмады. Осыдан кейін ол, егер менің оң қолым мен Динаның сол қолы бір адамға берілсе, бұл дүниеде одан асқан дүлдүл домбырашы мен күйші болмас еді деген екен. Бұл сөз бүгінде тарихи кітаптарда жиі кездеседі. Құрманғазы бұдан кейін өмірінің соңына дейін Динаға демеу берумен айналысады.
ең сүйікті шәкіртіне айналған домбырашы қыз бар өнерін қос ішекті аспапқа арнайды. Балалар, бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Берілген кестеге төмендегі етістіктерді орналастырыңдар. Етістіктер дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Күрделі етістік екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Қане, дара және күрделі етістіктерді ажыратып көріңдер. Оқып жүр. Күрделі етістік жазды. Дара етістік келе бастады. Күрделі етістік жүр. Дара етістік жортады. Дара етістік сүртіп тұр. Күрделі етістік бар. Дара етістік жүгіре жөнеледі. Күрделі етістік бәрекелді балалар, сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Күрделі етістіктер берілген. Көп нүктенің орнына дара етістікті тауып көріңдерші. Келе жатыр, келе бастады. Мұндағы дара етістік кел. Тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр. Мұндағы дара етістік тарт. Тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Мұндағы дара етістік тоқы. Барып кел, бара кел. Мұндағы дара етістік бар. Суретке мұқият қараңдар. Кімдер бейнеленген? Сурет арқылы келесі мәтініміздің мазмұнын болжай аламыз ба? Суретте Құрманғазы мен Дина бейнеленген. Ендеше қазіргі оқитын мәтініміз Құрманғазы мен Дина туралы болмақ. Мәтінді бірге оқиық. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын. Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы мынау егіз жекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егерде маған, атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем, деп қыз бала тізерлеп отырды да, домбыраны қолына ұстап, сүйіп алды. Балалар, мәтінге қандай ат қояр едіңдер? Мен мәтінге Құрманғазы мен Дина деп ат қойдым. Мәтіннен етістіктерді табайық. Оларды дара және күрделі етістіктерге ажыратуымыз керек. Бол, дара етістік. Берген, дара етістік. Тапсырдым, дара етістік. Жеткіз, дара етістік. Ұсынды, дара етістік. Сеніп тапсырсаңыз, күрделі етістік. Ойнап беруге ант етем, күрделі етістік. Тізерлеп отырды, күрделі етістік. Ұстап, дара етістік. Сүйіп алды, күрделі етістік. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Сөйлемнен етістікті таптыңдар. Сурет, сөз жұмбақ бойынша мәтін мазмұнын болжадыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.